Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгін сіздермен тез әрі оңай жасалатын салат жасаймыз. Ол үшін бізге сәбіз керек, жұмыртқа керек 4 штук, колбасамыз, халал сертификаты бар, қияр керек болады и картошка. Картошканы қуырып аламыз. И бізге осындай кукуруз керек болады. Картошкамызды осылай теркадан өткізіп аламыз. Содан соң тұз салып, суынан бөлек алып қуырып аламыз. Одан қуырылам дегенше біз сәбізімізді теркадан өткіземіз. Барлығын өткіземіз. Мен 2 сәбізді қолдандым. Енді осыған тұз саламыз. Енді жақсылап араластырып, тұзы сіңгенше қойып қоямыз бір шетке. Оған дейін біз қиярын тураймыз. Осылай бөліп аласыздар қиғашынан. Кейін осылай ұзын-ұзын жағып турайсыздар. Біз сәбізіміз дайын, үстіне салып қоямыз. Енді колбасамызды тура осылай дөңгелеп турап аламыздар. Қатты жұқа, қатты қалың болған дұрыс емес, орташа болған дұрыс. Оны да тура осындай формада тураймыз. Барлық қосатын заттарымыз барлығын осылай ұзынша турап шығамыз. Бұны да салып қоямыз, кейін араластырамыз барлығын бірге. Енді жұмыртқамыз тураймыз. Сары уызын бөлек аламыз, ақ уызын турап шығамыз ұзынша. Болдық. Енді араластырып қоямыз. Біздің картошкамыз дайын болды. Көріңіздер қандай болған. Фри сияқты қуырып аласыздар. Осыны бетіне араластырамыз. Кәші салып қоямыз, кейін араластырамыз. Енді біз сары уызымызды аламыз да, оны жақсылап видеода көрсеткендей еземіз. Көріп тұрғандарыңыздай жақсылап езіп алыңыздар. Енді осының бетіне при желании 67%-тегі майонезімізді, енді классикалық майонезімізді араластырамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Егер майонезіміз аз болса, салаттың шетінен қоса беріңіздер. Главное, осы сары уызын бірге араластырып алып қосамыз. Енді біздің ыдысымыз ыңғайсыз болғандықтан оны ауыстырдым үлкендеу ыдысқа. Енді біздің бағана дайын болған майонезімізді саламыз. Енді жақсылап араластырамыз. Мен бұл жерде кукурузды салуды ұмытып кеттім. Кейіннен салдым. Сіздер кукурузды салып араластырыңыздар. Кейін де араластырсаңыздар болады. Бірақ бірге араластырсаңыздар болды жоқ. Дайын болды. Кукурузды салуды ұмытпаңыздар. Өте күшті, өте жеңіл, өте дәмді болып шығады. Дәмі ерекше. Мінекей тамаша салатымыз дайын болды. Арнаға тіркеліп лайк басуды